Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы жалпы дамыту жаттығулары. Енді жалпы дамыту жаттығулар дегенде, жалпы деген сөздің өзі бүкіл дене бұлшықеттер деген сөз. Дамыту дегенде дамыту жаттығуларын түсінесіздер енді. Сол жалпы дамыту жаттығуларына тақырыбымыз бүгін дәрісіміздің жалпы дамыту жаттығулары. Дәрісіміздің мақсаты жалпы дамыту жаттығулар арқылы ағза мүшелерін дамыту туралы білім беру. Дәріс жоспары. Жалпы дамыту жаттығуларының сипаттамасы. Екінші, жалпы дамыту жаттығуларын топтастыру. Үшінші, жалпы дамыту жаттығуларын өткізудің тәсілдері. Бірінші, жалпы дамыту жаттығуларының сипаттамасы. Гимнастика сабағында жалпы дамыту жаттығулары, бұл қысқаша ЖДЖ деп жазылады. Жалпы дамыту жаттығулары кеңінен қолданылады. Әртүрлі дене мүшелерімен іс-қимыл жасау. Жалпы дамыту жаттығулар дегеніміз әртүрлі дене мүшелерімен іс-қимыл жасау. Олар бұлшық еттердің әртүрлі жылдамдықта және қимыл кезеңінде орындалады. Мұндай қимылдарды үзбей жасап жүру қимыл мүшелерінің жүрек, жүйке, яғни бүкіл дене мүшелерін тез дамытып нығайтады. Осының нәтижесінде ағзаның жүйке қабілеттілігі мен тіршілік әрекеті жоғарылайды. Бұны қимыл жасаған кездегі зат алмасының белсенділігінен, жұмыс жасап жатқан бұлшық еттердегі қан айналымының артуынан, өкпе демалысының кеңеюінен, бұлшық еттер мен денеге қорек заттардың молайып баруынан көруге болады. Екінші, жалпы дамыту жаттығулар дененің жеке мүшелеріне арналған анатомия белгі бойынша топтастыру қабылданған. Жалпы дамыту жаттығуларын топтастырған бірінші ол қол мен аяқ белдеуіне арналған жаттығулар. Мысалы, қолды көтеріп түсіру, бүгу, жазу, қолды айналдыру, сермеу, жұлқа сермеу, тағы сол сияқты. Екінші, мойын және кеуде бұлшық еттеріне арналған жаттығулар. Оларға жататындар мысалы еңкею, бұрылу, еңкейгенде арқа бүйір бұлшық еттерін дамытады. Бұрылу, айналдыру, еңкейе бұрылу, бүгілу және жазылу, толқынды қимылдар жасау. Үшінші, аяқ бұлшық еттеріне арналған жаттығулар. Бұлар отырып тұру, көтерілу, аяқты көтеріп түсіру, бүгу, жазу, аттап түсу. Аттап түсудің өзі бірнеше бағыты: алға, артқа, жанға. Мысалы, балетте қолданылатын аяқ қалыптары. Міне аяқ бұлшық еттерін дамытатын жаттығулар. Төртінші, бүкіл дене бұлшық еттеріне арналған жаттығулар. Сәйкес келетін дененің әр бөліктерінің қимылдарын бірге жасау, еңкейе отырып тұру, еңкейе еле аттап түсу. Бұл қосылып жасалады екі қимыл. Шалқая жатып қолды бүгіп, аяқты көтеру. Бүкіл дене бұлшық еттер іске қосылу керек. Енді денеміздің сымбатты болуы үшін, дененің сымбаттылығы әрқашан әркім өзінің денесі сымбатты болуын қалайды. Сондықтан балалар сымбаттылыққа арналған жаттығу өте көңіл бөлген дұрыс. Мысалы, сымбаттылыққа арналған жаттығудың ең бір маңыздысы, мысалы, арқамызбен қабырғаға тіреміп тұрамыздағы, тіреміп тұрған кезде шүйдеміз, жауырынымыз, бөксеміз, өкшеміз, балтыр бұлшық еті қабырғаға тиіп тұрған абзал. Сол тиіп тұрған қабырғақты әбден сезініп алғаннан кейін тура сол қалыпты өзгертпестен алға жүреміз. Сол дағдыны сақтап біршама жүреміз. Мен сөйтіп сезініп дұрыс қалыпты. Содан барып дұрыс жүру, денен дұрыстау қалыптасады. Сосын кейін сол қабырғаға сүйеніп тұрып, отырып тұру, иілу және арқа мен жамбасты қабырғаны айырмай жанға бұрылу. Көрдіңіз, бұның бәрі сол денені түзу ұстауды қалыптастырады. Үшінші бір жаттығу сымбаттылыққа арналған. Екі бала шұғылданушы екі. Біреуі тік арқасына жатады дағы,
денесін түп-түз ұстап тұрады, бүгілмей. Екіншісі, қолын жаттығу жасап жатқан адам қолын жерге қояды дағы, екіншісі тура жауын арт жағынан келеді дағы, оны көтеріп тұрғызады. Сол кезде жатқан адам бүгілмеу керек. Міне дененің түп-түз қалпын осылай қалыптастыруға болады. Жалпы дамыту жаттығудан құралмен де құралсыз да жаттығуға болады. Мысалы құралдар болғанда неше гантельдер, таяқшалар, доп, тығыздалған доп, сол сияқты жаттығулармен. Балалар қосақталып жасауға болады, парланып екеуі, және құрал жабдықтарда да орындалады. Жаттығулар барынша күшпен жасаған кезде күш дамиды, ал барынша қимыл шегін үлкейтіп жасағанда икемділік иілгіштік қасиет дамиды. Күшті көбейтуге арналған жаттығуларды тез орындаса, жылдам, мысалы тартылған кезде тез тартылса аспада, онда жылдам күштілік қасиет дамиды. Енді күшті көбейту үшін жаттығуларды оншақты реттен аспай барлық күш шама шегінде орындау керек. Егер мысалы қолды бүгіп жазу үшін екпеттеп жатып, оншақты рет еркін жасасаңыз, ол күшті көбейтпейді. Сондықтан бір жүктеме, арқаға бір жүктеме қойып, не бір әріптесін отырғызып қойып, 7-8 рет қиналып жасаң, ол сол жаттығу күшті көбейтеді. Енді бұл жаттығуларды өткізудің бірнеше тәсілдері болады. Жаттығуды өткізудің соның бір тәсілі тіркес әдіспен өткізу. Жаттығуды арасында үзіліс болмайтын тіркес әдісте өткізу. Жинақтағы жаттығулардың тоқтамастан үзіліссіз іркес орындалу болып табылады. Бұл тәсіл сабақтың тығыздығын арттырып, орталық жүйесінің қызметін жақсартады. Бұл тәсілмен әдетте дайындығы жақсы әрі шұғылданушылығы жалпы оңай жаттығулармен өткізіледі. Мұғалім жаттығуды жасап тұрып, жаттығуды айтып тұрады. Қысқа әрі орындалып тұрған жаттығудың қарқыны мен ырғағына сай. Келесі жаттығуды орындау үшін мынадай әмірлер беріледі. Ескертетін әмір соңғы деген әмір бергенде жаттығу соңғы рет орындалатын әмір баста деп айтылады. Осы кезде оқушы соңғы рет жасап жатады, баста деген кезде келесі жаттығуды бастап кетеді. Енді жаттығуды келесі тәсіл жүріп жасау тәсілі. Жүріп келе жатқанда да жаттығу жасалады. Жүріп жасау тәсілі шұғылданушылар жаттығуды жүріс үстінде немесе орнынан сәл жылжып жасайды. Мүмкіншілігінше бұл жаттығу кешеніне секіріп жүріп орындалатын акробатикалық жаттығулар би қимылдарына қоса орындалған абзал. Енді жалпы дамыту жаттығуларын орындау үшін әуелі бастапқы қалып айтылады, бастапқы қалып көрсетіледі дағы, содан барып қанша санаққа екені айтылады. Мысалы, жалпы дамыту жаттығуларын көбінесе 2-4-8 санаққа орындаған абзал. Өйткені жаттығу сүйемелді, музыкамен сүйемелді жасаған кезде музыкалық кезең деген болады. Оның өзі 8 санаққа, 4 санаққа, соны 10 санақтарға аяқталады. Сондықтан әрқашан жаттығу 4-8 2 санақтарға құрастырған абзал. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Үй тапсырмасына бір жаттығу ойластырып келесіздер.